Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бөдене жұмыртқасының пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын подписка жасап лайк қойды ұмытпаңыздар. Бөдене жоғарғы температурасы 42 градус, олар инфекцияларға төзімді. Қолданар алдында шикі жұмыртқаны жуу керек, бірақ 3 жасқа дейінгі балаларға қайнату керек. Бөдененің жұмыртқалары тауық жұмыртқаларынан қарағанда тезірек піседі, сол үшін 1,5-2 минут жеткілікті. Бөдене жұмыртқасының әртүрлі ауруларға емдеуге қолдануға болады. Мысалы, анемия, жоғарғы немесе төмен қан қысымы және қатты бас ауырғанда оның көмегімен сіздің иммунитетіңіз артады. Асқазан ішек жолдарының ауруларын, ойық жараларды, гастрит пен панкреатитті емдей аласыз. Нерв жүйесінің немесе анемия, қант диабетінің бұзылуымен бөдене жұмыртқасын алмастыра алмайтын болып табылады. Мысалы, диабет ауыратындар үшін олар аптасына 6 бөдене жұмыртқасын жеуге кеңес береді. Бұл жағдайда қанттың мөлшері 2 бірлікке азайтылуы мүмкін. Қажетті тамақтану кезінде таңғаларлық нәтижелерге қол жеткізуге болады. Мұны дәрігерлердің де байқаулары растайды. Диетамен бірге бөдене жұмыртқаларын жеу иммунитетті нығайтуға, метаболизмді қалпына келтіруге және жақсартуға көмектеседі. Оның құрамында фосфор мөлшері көп болғандықтан бөдене жұмыртқасының пайдасы өте зор. Балалар бөдене жұмыртқасын күніне 2 рет болмаса 6 рет қабылдау керек. Мөлшер жасына байланысты, ал ересектер күніне 4-6 дана қолдануы керек. Сонымен қатар олардың күнделікті таңертең және аш қарынға жеу керек. Бөдененің жұмыртқасын жеген жақсы шикізат. Жүйкелі түрде кем дегенде 3 ай үзіліссіз қабылдаңыз. Денеге пайдалы әсер 2 аптадан кейін өз көзіңізбен көре бастайсыз. Бөдене жұмыртқалары да өсуге көмектеседі. Бойлары бойынша құрастырған артта қалған балалар бөдене рационынан кейін жылына 8-15 см өседі. Өнімдегі дәрумені рахиттің дамуына жол бермейді.